Қорғаныс министрлігінде Франция делегациясымен кездесу өтті. Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Шайх Хасан Жазықбаев, Франция қорғаныс министрлігі халықаралық ынтымақтастық департаментінің бастығы Александр Эскарсие мен екі ел қорғаныс ведомстволарының ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Әңгімелесушілердің назары бітімгерлік және білім беру салаларындағы екі жақты қатынастарға аударылды. Тараптар осы бағыттардағы бірлескен күш-жігер халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылықты қолдауға ықпал ететінін атап өтті. Мерзімді қызмет сарбаздары жоғары оқу орындарында тегін оқуға 1500 грант алды. Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Шайх Хасан Жазықбаев 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап білім беру жеңілдіктерін алу бойынша жаңа талаптар пайда болатынын хабарлады. Тегін оқытуға бөлінген 1,5 мың орынды 2023 жылғы күзде әскерге шақырылған мерзімді қызметтің 17927 сарбазы сарапқа салды. Іріктеудің ашықтығын срочники 2.0 ақпараттық жүйесі қамтамасыз етті. Әскери жоғары оқу орындарына түсуге 1031 сарбаз ниет білдірді. Грант иелерінің тізімі әлеуметтік желілерде жарияланып, еліміздің жоғары оқу орындарына жіберіледі. Мемлекеттік гранттарға ұқсас сертификаттар оларды ауыстыру мүмкіндігінсіз QR кодпен қалыптастырылатын болады. Қытай халық азаттық армиясы Батыс біріккен қолбасшылығының әскери қызметшілері Қазақстанға жұмыс сапарымен келді. Шетелдік қонақтар Қазақстан Республикасы ұлттық қорғаныс университетінің басшылығымен кездесіп, жоғары оқу орнының инфрақұрылымымен, материалдық техникалық базасымен және оқу бағдарламаларымен танысты. Сапар аясында Қазақстан Республикасы қарулы күштері, құрлық әскерлері қолбасшылығының өкілдерімен кездесулер өткізілді. Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша тараптар өзара қызығушылық тудыратын бағыттар бойынша әскери ынтымақтастықты дамытуға ниеттестік білдірді. Біздің десантшылар Ұлыбританиядағы Уэльсте өткен беделді халықаралық Кембри патрулі жарысында 3-ші орынды иеленді. Жарыс бірнеше кезеңнен тұрды. 2 апта ішінде қауіпсіздік шаралары, қару-жарақтың материалдық бөлігін зерделеу, топография, тактикалық және медициналық дайындықтары бойынша сабақтар өтті. Биылғы жылы жарысқа 38 елден 100-ден астам команда қатысып, тек үздік 12 команда финалдық бөлімге шықты. 8 жауынгерден тұратын Қазақстан командасы жауынгерлік тапсырмаларды орындай отырып, ұзындығы 70 шақырымнан асатын бағдарды еңсерді. Үндістанда Казинд 2024 бірлескен оқу жаттығуы аяқталды. Оған Қазақстан қарулы күштері, құрлық әскерлері, оңтүстік өңірлік қолбасшылығы мен десанттық шабуылдау әскерлерінің әскери қызметшілері қатысты. Бірлескен оқу жаттығуларға тау дайындығы жаттығулары, қону дәлдігіне парашютпен секіру тапсырмалары және терроризмге қарсы қауіпсіздік мәселелері кірді. Сурия оқу орталығы базасында өткен бірлескен міндеттерді орындау әскери бөлімшелердің өзара іс-қимылын нығайтып, жаңа тәжірибе жинақтауға және дағдыларды жетілдіруге мүмкіндік берді. Беларусь Республикасының Брест полигонында орман бауырластығы 2024 халықаралық оқу жаттығуы басталды. Оған Қазақстаннан десанттық шабуылдау әскерлерінің 50-ге жуық әскери қызметшісі қатысады. Оқу жаттығудың ерекшелігі қазақстандық десантшылар Беларусь әріптестермен бірге ерекше табиғи климаттық жағдайларда оқу жауынгерлік тапсырмаларды орындайтын болады. Тәжікстанда ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының Рубеж 2024 оқу жаттығуының белсенді кезеңі басталды. Харб Майдон полигонында Орталық Азия өңірі жедел өрістету ұжымдық күштерінің Рубеж 2024 бірлескен оқу жаттығуы ашылды. Оқу жаттығудың салтанатты ашылу рәсіміне қарулы күштер бас штабының бастығы, Тәжікстан қорғаныс министрінің бірінші орынбасары генерал-лейтенант Эмомали Сабирзада, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы біріккен штабы бастығының бірінші орынбасары генерал-лейтенант Хасан Калоев, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан қарулы күштерінің өкілдері қатысты. Жауынгерлік іс-қимылдар, артиллерия, шабуылдау және армиялық авиацияны қолдана отырып, таулы шөлді жерлерде жүргізілетін болады. Рубеж 2024 бірлескен оқу жаттығуына 1500-ге жуық әскери қызметші, 250 бірлік әскери және арнайы техника, оның ішінде ұшақтар, тікұшақтар мен ұшқышсыз ұшақтар жұмылдырылған.
Мерзімді қызметтің әскери қызметшілері тегін оқуға сертификаттар және естелік сыйлықтар алды. Марапаттау халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған ағалар ерлігі ұрпаққа ұлағат әскери патриоттық акциясы аясында өтті. Акцияға әскери қызметшілер, қарулы күштер ардагерлері, Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледждің ұландары, жас сарбаз, балалар, жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушілері және елорда тұрғындары қатысты. Іс-шарада су тасқынына қарсы күреске қатысушыларға қорғаныс министрінің атынан қол сағаттары табысталды. Запасқа шақырылған 17 сарбазға жоғары оқу орындарына тегін оқу үшін сертификаттар берілді. Алматы әскери техникалық мектебінде 118 курсант әскери ант берді. Іс-шараға Қазақстан қарулы күштерінің ардагерлері, олардың жетістіктерін мақтанышпен бақылаған түлектердің туыстары мен жақындары қатысты. Мектеп оқушылары барлаушы, ұшқышсыз ұшу аппараттарының операторы, зенитші, барлаушы химик, радиациялық және химиялық барлау саласындағы маман сияқты мамандықтар бойынша оқуды аяқтады. Үздік түлектер алғыс хаттармен марапатталды. Ал оңтүстік өңірлік қолбасшылығының Шымкенттегі механикаландырылған бригадасында әскерге шақырылған жастар жас жауынгер курсынан өтуде. 30 күн ішінде олар жалпы әскери дайындықтың негізгі пәндері бойынша білім алады. Оқыту, саптық және дене шынықтыру, әскери медициналық дайындық, жалпы әскери жарғылар және әскери қызмет қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтарды қамтиды. Жас жауынгер жиыны әскери ант беру рәсімімен аяқталды. Әскери бөлімдерде, жоғары оқу орындарында, колледждер мен мектептерде халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдығына арналған іс-шаралар өтті. Халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың есімімен аталатын Астананың нөмірі 44 және Ақмола облысының нөмірі 1 қосшы орта мектептерінде тақырыптық сабақтар өтті. Өскеменде нөмірі 46 орта мектептің жоғары сынып оқушыларына және Талдықорған қаласының Михаил Ломоносов атындағы нөмірі 5 орта мектеп лицейінде әскери бөлімдердің өкілдері ерлік сабағын өткізді. Ақтау қаласында әскери теңізшілер нөмірі 5 орта мектеп пен нөмірі 7 мектеп лицейдің оқушыларымен кездесті. Әскери қызметшілер мектеп оқушыларына Рейхстагқа жеңіс туын тіккен жауынгердің өмірі мен ерлігі туралы айтты. Ал Астанада қарулы күштер ұлттық әскери патриоттық орталығының әскери тарихи мұражайында Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдығына арналған деректі фильмнің тұсаукесері өтті. Фильмді жасаған белгілі журналист және тележүргізуші, Қазақстан тарихы туралы көптеген танымал бағдарламалар мен деректі фильмдердің авторы Майя Бекбаева. Тележүргізуші қарулы күштердің әскери тарихи мұражайына картинаны дайындауға көрсеткен көмегі үшін алғысын білдірді. Әскери патриоттық тәрбиеге қосқан үлесі үшін Майя Бекбаева медальмен марапатталды. Армия спортшысы Өзбекстанда дзюдодан CISM әлем чемпионы атанды. Ташкентте әскери қызметшілер арасында дзюдодан өткен әлем біріншілігінде армия орталық спорт клубының спортшылары 1 алтын, 1 күміс және 2 қола жеңіп алды. Ефрейтор Нұрғанат Серікбаев әлем чемпионы атанды. Қарулы күштердің қызметкері Шерзод Давлатов күміс жүлдені иеленді. Әлем чемпионатында дзюдошылар қарулы күштердің қызметкерлері Жанарас Рахметқали мен Бақытжан Абдурахманов қола жүлдегер атанды. Турнирге 29 елден 214 дзюдошы қатысуда. Армия орталық спорт клубы спортшылары таэквондодан Азия чемпионы атанды. Индонезияда таэквондодан өткен Азия құрлығының ашық біріншілігінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі армия орталық спорт клубының өкілдері 2 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль жеңіп алды. Турнирге 22 елден 300-ден астам спортшы қатысты. Жалпы командалық есепте Қазақстан ұлттық құрамасы Пәкістан командасына жол беріп, 2-ші орынға ие болды. Армия спортшылары дзюдодан ерлер арасындағы әлем чемпионатында 2-ші жалпы командалық орынға ие болды. Ташкентте 29 елдің әскери қызметшілер арасында дзюдодан өткен жарыста Қазақстан армия клубының құрамасы жалпы командалық 4-ші орынды иеленді. Осылайша армия орталық спорт клубы спортшылары 1 алтын, 1 күміс және 4 қола медальға ие болды.